Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 88-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Adverbs of frequency. Жиілік үстеулері. Exercise 1. Бірінші жаттығуымыз. Read the sentences, complete the rule with after or before. Say the adverbs in your language. Сөйлемдерді оқы және ережені after немесе before қолдану арқылы толтыру керек. Үстеулерді өз тілінде айт деген. Pink dolphins. Қызғылт дельфиндер. They are always friendly to people. Олар әрқашан адамдарға мейірімді. They usually eat crabs, small fish and turtles. Әдетте олар шаяндарды, ұсақ балықтарды және тасбақаларды жейді. They often hunt for food alone. Олар көбінесе жалғыз өздері тамақ іздейді. They sometimes go very pink when they are surprised. Кейде олар қатты таңғалған кезде өте қызғылт түске енеді. They never have babies in the summer. Олардың жаздың күндері ешқашан сәбилері болмайды. Ал енді келесі сөйлемге before немесе after қойып жазамыз. Adverbs of frequency usually go before the main verb, but after the verb to be. Жиілік үстеулері әдетте негізгі етістіктің алдында келеді, бірақ to be етістігінен кейін келеді. Келесі жаттығуымыз exercise 2, екінші жаттығу. Complete the sentences with adverbs of frequency. Төменде берілген сөйлемдерді жиілік үстеулерін қолдану арқылы толықтырамыз. Біріншісі. I always walk to school. Мен әрқашан мектепке жаяу барамын. My friend sometimes watches TV in the afternoon. Менің досым кейде түстен кейін теледидар қарайды. Үшіншісі. My parents sometimes go to the cinema. Менің ата-анам кейде киноға барады. Төртіншісі. I often meet my friends after school. Мен достарымды мектептен кейін жиі кездестіремін. Бесіншісі. My mom always cook dinner. Менің анам әрдайым кешкі ас дайындайды. Алтыншысы. I never have a shower in the morning. Мен ешқашан таңертең душ қабылдамаймын. Міне бұл екінші жаттығуымыздың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма speaking, talking about habits. Exercise 3, үшінші жаттығу. Work in pairs use always, usually, often, sometimes or never to make true sentences about yourself. Жұппен жұмыс жасайсыңдар. Always, usually, often, sometimes немесе never сөздерін қолдана отырып, өздерің жайлы толық сөйлемдер құрауларын қажет. Мысалы, how often do you eat fish? Сен қаншалықты жиі балық жейсің? I never eat fish. Мен ешқашан балық жемеймін. Осыған ұқсас етіп құрайсыңдар. How often do you go swimming? Сен қаншалықты жиі шомыласың? I sometimes go swimming. Мен кейде шомылуға барамын. How often do you watch TV? Сен қаншалықты жиі теледидар қарайсың? I usually watch TV. Әдетте мен теледидар қараймын. How often do you tidy your room? Қаншалықты жиі сен өз бөлмеңді тазалайсың? I always tidy my room. Мен әрдайым өзім бөлмемді тазалаймын. How often do you play tennis? Сен қаншалықты жиі теннис ойнайсың? I often play tennis. Мен жиі теннис ойнаймын. How often do you go to the theater? Қаншалықты жиі сен театрға барасың? I never go to the theater. Мен ешқашан театрға бармаймын. How often do you get up early? Қаншалықты жиі сен ерте тұрасың?
I always get up early. Мен әрдайым ерте тұрамын. How often do you go to the bed late? Қаншалықты жиі сен кеш жатасың? I sometimes go to bed late. Мен кейде кеш жатамын. Міне бұл үшінші жаттығуымыздың жауаптары. Келесі тапсырма exercise 4 төртінші жаттығу. Use adverbs of frequency to write sentences about yourself. Жиілік істеулерін қолдана отырып, өздерің жайлы сөйлемдер жазасыңдар. Төменде 5 сөйлем берілген. Бұл әрекеттерді сен қаншалықты жиі істейтінің жайлы етіп жазуларың керек. Біріншісі, I usually get up at 7 in the morning. Мен әдетте таңертең сағат 7-де тұрамын. I always walk to school. Мен әрдайым мектепке жаяу барамын. Үшіншісі, I sometimes watch TV in the morning. Кейде мен кешкісін теледидар қараймын. Төртіншісі, I always go to the cinema with my friends. Мен әрдайым киноға достарыммен бірге барамын. Бесіншісі, I never go jogging in the evening. Мен ешқашан кешкісін жүгірмеймін. Бұл төртінші жаттығуымыздың жауаптары. Келесі жаттығуымыз 5-ші жаттығу. Complete the sentences using adverbs of frequency so that they are true for you. Сөйлемдерді сен үшін дұрыс болатындай етіп, дұрыс аяқтауларың қажет. Мысалы, On Mondays, I always watch my favorite TV program in the evening. Дүйсенбі күні мен әрдайым кешкісін менің сүйікті телебағдарламамды қараймын. Екіншісі, At school. At school, I never use a phone. Мектепте мен ешқашан телефон қолданбаймын. Үшіншісі, At weekends. Демалыс күндері. At weekends, I sometimes go to the shop. Демалыс күндері кейде мен дүкенге барамын. Төртіншісі, in the afternoon. Түстен кейін. In the afternoon, I usually clean my room. Түстен кейін мен әдетте бөлмемді тазалаймын. Бесіншісі, in the evening. Кешкісін. In the evening, I always do my homework. Кешкісін мен әрдайым үй жұмысын орындаймын. Бұл 5-ші жаттығудың жауаптары. Келесі тапсырма Prepositions of time. Уақытқа байланысты қойылатын предлогтар. Exercise 6. 6-шы жаттығуымыздың A тапсырмасы. Read the examples. Мысалдарды оқы. At plus time. At 2 o'clock, at noon, midnight, night, the weekend. At дегенді біз уақытты айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, at 2 o'clock сағат 2-де, at noon күндіз, at midnight түн ортасында, at night түнде, at weekend демалыс күндері. In plus months. In June, seasons, in the summer. Inді біз айда айтқан кезде және мезгілді айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, in June, маусым айында, seasons, мезгіл, in the summer, жазда, on plus days, on Monday, dates, on August 2nd. Onды біз күндерді айтқан кезде қолданамыз. On Monday, дүйсенбі күні. On August 2nd, 2 тамыз күні. Енді 6-шы тапсырмамыздың B тапсырмасы. Complete the sentences with, in, on, at. Төмендегі сөйлемдерді in, on, at предлогтарын қою арқылы дұрыс толықтыруларын қажет. Animal trainer. Dylan is an animal trainer. He teaches to do tricks in Hollywood films. On weekdays, he gets up at 7 o'clock. He has breakfast, gets
dressed and leaves for work. In the morning, he feeds and cleans the animals, then he trains them. The animals act in films in the afternoon. Dylan is very hardworking. He often finishes work at 8:30 in the evening. He goes back home, eats dinner, and usually goes to bed at 11 o'clock. Dylan also works at the weekend, but on Saturdays, on Sundays, he finishes work at noon. He has a very busy life, but Dylan always has a holiday in August. He loves the beach in the summer. Біріншісіне on, екіншісіне at, үшіншісіне in, төртіншісіне in, бесіншісіне at, алтыншысы in, жетіншісіне at, сегізге at, тоғызға on, оныншысына at, 11-шісіне in, соңғысына in қоямыз. Сонымен оқушылар, бүгін сендермен 88-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, міндетті түрде арнаға тіркел, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Назарларыңа рахмет, келесі кездескенше.